Құрметті көрермендер және қала қонақтары, сіздерді Ақтөбе облыстық өнер музейінде өтіп жатқан сүйікті қалам Ақтөбе атты онлайн көрмесіне қарсы алғаныма қуаныштымын. Бұл көрме тек суреттер жиынтығы емес, бұл қалаға деген мақтаныш және сағыныш пен сүйіспеншіліктің көрінісі. Құрметті көрермендер, ендігі кезекте картинамызға назар аударатын болсақ, бұл картинаның авторы Арсланов Исин, Атырау облысының тұрғыны. Бұл жерге қарайтын болсақ, Шератон өзіндік стилімен майлы бояумен келіпке салған сурет. Ендігі кезекте суретіміз Нұртойлық театрының салған суреті Өзбекстан астанасы Ташкент қаласынан салынған. Бұл суретке мән беретін болсақ, мәңгілік алау өзіміздің Ақтөбе қаламыздағы және өзіндік стильменен, өзіндік мазоттармен салған, техникасымен салған сурет. Ақтау қаласының тұрғыны Мұрат Төлебаевтың Әбілқайыр хан атты туындысына келіп тоқталатын болсақ, бұл суретте ондағы Әбілқайыр хан ескерткіші майлы бояумен келіпке салынған сурет, өзіндік техникасымен салынған. Ресей елінің Тамбов қаласының суретшісі Темірғалиев Асуаттың салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде Асуат өзіміздің Нұрғасыр мешітін бейнелеген живопись стилінде салынған, өзіндік техникасымен салынған сурет екенін көруге болады. Орал қаласының тұрғыны Оразғалиев Қайырдың салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл суретте Нұрдәулет мешіті бейнеленген. Өзіндік стилімен Максим салынған Максим. Татарстанның Илябуа қаласының суретшісі Максим Ильяның суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл суретте Максим Илья Ақтөбе аңыздар деп атаған. Бұл жерде қарап отырғандарыңыздай төбесінде жігіт пен қыздың бұлт арқылы символикалық түрде бейнелеген. Және де жақындаппен қарасаңыздар, тұрғылардың таңбалары да бейнеленген. Бұл символикалық түрде суретке ерекшелік беріп тұр. Ақтөбе қаласының суретшісі Қожағұлов Манастың салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл суретте Қожағұлов Манас Ақтөбе облыстық әкімдігінің алдына салған. Бұл суретте живопись стилінде салынған, өзіндік техникалармен, өзіндік почеркпен салынған. Ресей елі Омск қаласының суретшісі Ольга Морозованың суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде түн деп аталатын сурет, өзіндік суреттік шеберлігімен, өзіндік техникасымен салған сурет. Башқұртстан Уфа қаласының суретшісі Хабибуллин Альберттің салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде Ақауат тауының басына шығып салған суреті, ар жағынан Ақтөбе қаласының көрінісі көрінеді. Пейзаж стилінде салынған сурет, өзіндік техникамен салынған. Ресей елі Ош қаласының суретшісі Маргарита Изактың салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде шоқты күн деп аталатын сурет. Өзіндік техникасымен символикалық түрде жан-жағына екі қызбенен төбесіне көтерген керегеден шашылған шуақты күндердің байқауы болады. Және де өзіндік техникамен максим арқылы қолданылатын жасалған сурет. Башқұртстанның Уфа қаласының суретшісі Шахидинов Вакилдің салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, Ақтөбе азан деп аталатын суреті, оның ортасында Нұрғасыр мешіті, сол жағында ағылшын жазулар символикалық түрде бейнеленген. Бұл суреттің стилі сюрреализм стилінде салынған сурет, өзіндік техникамен салынған сурет. Ақтөбе қаласының суретшісі Құлманалина Ирина салған суретіне келіп тоқталатын болсақ, бұл суретте Құлманалина Ирина арка деп атаған, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай тұрмыс тіршілікке көп көңіл бөлген. Және де өзіндік техникамен салынған сурет, майлы бояумен келіпке салынған. Онлайн формат қашықтыққа қарамастан өнермен қауышуға мүмкіндік беріп отыр. Әр көрермен бұл көрмеден өзіне таныс бір көріністі, жүрегіне жақын бір сәтті табады деп сенемін. Осы көрмені көру үшін Ақтөбе облыстық өнер музейіне келіп қарасаңыздар болады. Біздің мекен жайымыз Әбілқайыр хан даңғылы 74. Келіп көріңіздер.